тастадым, 3 балапан ұстадым. Екеуінің шашы жоқ, сұлу қыздың қасы жоқ. Сен жұмасың, Аружан, мен жасырынамын. Ылғи да мен жұма беремін. 10-ға дейін ақ санаймын. 1. Сығалап қарама. Мен айтпай. Я, айтпайым. 5. 7. Қайда тығылсам екен, 9. Болды, болмағаны қалды. Әжірін қайда тығылды? Тауып қойдым, Әжірі, қане шық. Қандай ескі құмыра. Құмыра? Я, мұна жері тесіліп қалыпты. Ұстайтын жері де сынып қалған. Бұл құмыраны неге тастай салмайды? Білмеймін. Атамнан сұрап көрейік те. Ей? Ой, кім жөтелді? Мені тастауға болмай. Мен тарихи жәдігер. Отырардың топырағынан күйдіріліп жасалған. Нағыз хас шебердің қолынан шыққанмын. Сендер қорықпаңдар, қарақтарым. Мына шатырда тұрып, әбден ішім пісті. Сөйлейтін құмыра? Ішіне батарейкасы бар, ойыншық емес пе? Мүмкін, солай болар. Қане, көрейікші. Абайлаңдар, бүлдіресіңдер. Мұналар қайтеді, Ішінде бір нәрсе бар ма екен? Қазір ештеме де жоқ. Кешіріңіз, ата. Сонда сіз шынымен ақ сиқырлы құмырасыз ба? Жоға, қайдағы сиқырлы. Мен жай әншейін көне отырар құмырасымын. Отырар? Ол біздің ауыл ғой. Біз отырар төбені де білеміз. Отырар төбе? Я? Бір замандарда ол жерде үлкен қала болған. Ұлы жібек жолы бойындағы отырар халқының 6 ай бойы жауға тойтарыс берген ерлігін өз көзіммен көргенмін. Құмыра атай, бізге отырар қаласы туралы айтып беріңізші. Я, ата, отырар халқының ерлігін менің де естігім келіп отыр. Жарайт, қарақтарым. Туған жердің тарихын білген жақсы. Мен ол кезде шеберханадан жаңа шыққан құмыра едім. Ол кезде еш жеріңіз сынбаған беді? Жоға, сауда керуендеріне сынған түбі ойылған құмыраларды алмайды ғой. Менімен зығыр майын тасымалдайтын. Іші сыртын майланып, жып-жылтыр болдыретімін. Заман-ай десеңші. Өтті де кетті. Енді міне, ешкімге қажетім жоқ. Мына шатырда шаң басып жатырмын. Жыламаңыз, Құмыра атай. Сіз бізге қажетсіз. Біз сізді сүртіп, тазалап, тіпті майлап жылтыратып қоямыз. Ал сіз бізге ертегі айтып бересіз. Айдолайындар, жарайт, айтып беремін әрине. Ал қазіргі тыңдайтындарың ертек емес, нағыз болған оқиға. Мен отырар шаһарына ел басына күн туған, нағыз қиын қыстау кезеңде тап болдым. Қалың жау әскері отырарды қоршап алып, 6 ай бойы ала алмай, Шыңғыс ханның ұлы Шағатайдың амалы таусылған шақ, өліспей беріспеуге бекініп, бала-шаға, қатын-қалаштарына дейін өз қалаларын жан тәнімен қорғаудағы ерліктерін сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Оны тек көзбен көру керек. Ата, сіз бізді сол заманға бір сәтке болса да апара аласыз ба? Я, біз де өз көзімізбен отырар халқының ерлігін көргіміз келеді. Өтінемін, Құмыра ата. Әй, қарақтарым-ай, ол бір оп-оңай нәрсе деймісіңдер? Онда бару өте қауіпті. Құмыра ата,
Сіз жаңа өзіңіз айттыңыз емес пе? Мына шатырда тұрып, әбден ішім пысты деп. Егер де сіз бізге сол заманды көрсетсеңіз, біз сізді мұражайға өткіземіз. Мұражай деген не? Мұражай деген сіз сияқты көне, тарихи жәдігерлер тұратын жер. Онда қылыш, найза, сауыт, ескі заманның жүзік, білезік сияқты тағы да басқа түрлі заттары сақталады. Оны адамдар күнде көріп тамашалайды. Ей қоғыздар, ай, жарайды, келістік. Мына жерде тұра беріп, бір күні қирап қалармын. Ал мұражайда мен сияқты ескі заманның жәдігерлермен бірге боламын. Кім біледі, мүмкін ескі таныстарымды кездестіріп қалармын. Алақай, Арушан, біз қаласын көреміз. Ал олай болса, бері қараңдар. Менен мықтылап ұстап алыңдар. Бірақ сүт пісірімдей уақытқа ғана алып барамын. Түсіндіңдер ме? Я? Ал қыздарым, дайынсыңдар ма? Дайынбыз, ата. Турлайто, Муслимо, Кас, Су! Арушан, мақтапсыда қал. Ой, біз қайдамыз? Иә. Отырар. Не болып жатыр өзі? Өлмейм. Қане, тезірек жауынгерлерге апарып бере қойыңдар. Мінекей, алыңыз. Ей, қане жағаласпай байтыңдар. Ей, қыздар, бұл не тұрыс? Қане ана отынды бері тасыңдар, тезірек. Мінекей, Міне. Келіңдер, қыздар, сендер де көмектесіңдер. Әкеліңіз. Жау қайта шабуылдады. Айдалыңдар. Садақшылар, жебелерімді дәл тигізуге тұрсыңдар. Кішкентайларды баспанаға алып кетіңдер. Қане, қыздар, бері жүгіріңдер, тез. Арушан, тоқташы. Арушан, кел мұнда. Шабуыл біткенше осында отырыңдар, ешкім шықпасын. Жарайды, Түсіндік. Ой, біздің мысығымыз жүр. Аружан, отты сөндіруіміз керек. Кеттік, тез, қазір. Аружан, шелектерді кел. Болсаң шенді. Мақұл. Тағы да келейік. Өшпей тағы да құяйық. Біз қайткенде де отты сөндіруіміз керек. Ажыран, бол тез, бол. Я, тағы да құю керек, тағы да құй. Сөндірдік, әйтеуір. Жебелер таусылуға жақын, тезірек оқтарды жеткізіп беріңдер. Қазір әкелеміз. Ажыран, ана біреу
Кіріңдер, балалар, кіріңдер. Құмыра атай қайда екен? Ал мына көне құмыра отырарда жасалған. Иә, бәріңе белгілі 6 ай бойы жалға берілмеген, әйгілі кітапханасы бар болған тарихи ер қала отырар. Мынау біздің құмыра ата ғой. Тарайта муслима катсы. Көне құмыраның сара. Бес нәрседен қашық бол, бес нәрсеге асық бол. Адам болам десеңіз, тілеуің өмірің алдыңда. Оған қайғы жесеңіз, өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер, мал шашпақ. Бес дұшпаның білсеңіз. Өте жақсы. Жырайсың, Ажран, отыра ғой. Ал балалар, ертең біз ғұлама ғалым, өзіміздің отырардың тумасы Әл-Фараби туралы шығарма жазамыз. Биыл Әл-Фарабидің 1150 жылдығын бүкіл ел болып тойлаймыз. Жақсылап дайындалып келіңдер. Үйге тапсырма осы. Түсінікті ме? Түсінікті! Аружан, біз ертең Әл-Фараби туралы шығарма жазамыз. Соған мағлұмат жинап, дайындалуымыз керек. Бізде Әл-Фарабидің мұражайы бар емес пе? Сонда барайық. Тамаша ой, кеттік ендеше. Шынымды айтсам, бұл кісі туралы мен ештеңе білмейді екенмін. Ал енді білетін боласың. Жүр, ішке кірейік. Не деген керемет. Сәлеметсіз бе, ағай? Сәлеметсіз бе? Саламат болыңдар, айналайындар. Қане келіңдер. Сендерді біздің мұражайда не қызықтырады? Бізге мұғалім Әл-Фараби атамыз туралы мағлұмат жинауға тапсырма берді. Ертең шығарма жазамыз. Бәрекелді. Аристотельден кейінгі екінші ұстаз атанған Әл-Фараби бабамыз туралы білгілерің келгені өте жақсы. Шығарма жазамыз деймісің? Я? Онда жүре қойыңдар. Жүр, Аружан. Міне мұнда ғұлама бабамыздың жазған кітаптары. Мынау еңбегі музыка туралы трактат деп аталады. Сонда ол кісі әнші болған ба? Жоқ, айналайын. Әл-Фараби көптеген ғылым салаларын зерттеп меңгерген ғұлама ғалым. Ал бұл еңбегінде музыканың адам жанына, яғни көңіл күйіне қалай әсер ететінін зерттеген. Керемет! Мен де ән тыңдағанды жақсы көремін. Ән көңілдің ажарын ашады деп Әл-Фараби айтқан. Жақсы ән тыңдаған кезде көңілің көтеріліп, жаның жадырап қалатында сондықтан. Сендер сәл күте тұрыңдар. Мен қазір Әл-Фарабидің жасаған музыкалық аспабын көрсетейін. Музыкалық дейді?
Құмыра атай, қайдан келдіңіз? Қарақтарым, мен жәдігер ретінде мұражайдан мұражайға көшіп жүре берем ғой. Сендерді көргеніме қуаныштымын. Біз де сізді көріп қуанып тұрмыз, ата. Беліңіз қалай? Әлі де ауыры ма? Белі құрғыр аздап мазалап тұрады. Өздерің қалайсыңдар? Сабақтарыңды жақсы оқып жүрсіңдер ме? Бәрі жақсы, ата. Бізге мұғалім Әл-Фараби бабамыз туралы шығарма жазамыз деді. Солай ма? Өте жақсы. Әл-Фараби де мен сияқты отырардың тумасы. Дәлірек айтсам, оқсыз қаласынан. Оқсыз дейді? Сіз сонда Әл-Фараби атаны көргенсіз бе? Иә, жастау кезімде отырар кітапханасынан көргенім бар. Ата, біз де сол заманға барып, Әл-Фарабиді өз көзімізбен көргіміз келеді. Сіздің қолыңыздан келеді ғой. Аружан, айтшы. Иә, ата, бізді бір сәтке тағы да көне отырарға апарып келіңізші, өтінеміз. Әйтпесе, қазір жылаймын. Жылаған ес, қой айналайын. Ата, бұл жылайды. Жарайды. Бір сәтке болса болады. Қане бер жақындаңдар. Сиқырлы сөзді ұмытып қалдым ау. Қалай еді өзі? Торғай ме еді өзі? Менің есімде. Торайто муслимос. Торайто муслима қатсуш. Міне Әл-Фараби бабамыздың жасаған аспабы. Ей, мына қыздар қайда кетті? Қызық екен. Вау, көне отырар. Міне, әйгілі отырар кітапханасы. Сендер іздеген кісі осы жерде болу керек. Мен осы жерде күтем. Ал сендер тезірек барып жолығып келіңдер. Уақыт аз, қарақтарым. Жарайды, ата. Болсаң жарайды, көреміз де қайтамыз. Кімнен сұрасақ екен, а? Әне кітап оқып отырған атадан. Кешіріңіз, сіз Әл-Фараби атаны білесіз бе? Ол ұстазды ма? Оны кім білмейді. Ол әне анау бөлмеде отырады. Рахмет сізге. Рахмет. Рұқсат бекен. Ой, қандай инабатты қыздар. Келе қойыңдар, айналайындар. Сәлемет сізге. Аман болыңдар, қарақтарым. Иә, қай шаһардан келдіңдер? Ата, біз мүлде басқа заманнан келдік. Сізді көруге, бізге мұғалима сіз туралы шығарма жазамыз деген. Тоқта. Басқа заманнан дейсің бе? Иә, басқа әлемнен. Ол қалай болғаны сонда? Иә, киімдеріңде өзгеше. Сонда уақыт кеңістігінен бір әлемнен екінші әлемге өту теориясы мүмкін болғаны ма? Ғажап. Ата, біз бұл заманға сиқырлы құмыраның көмегімен келдік. Сиқырлы құмыра деймісің? Ұшатын кілем туралы ескі ертегілерде жазылған. Ал ұшатын құмыра туралы естімеппін. Мен қазір жазып алайын. Оның сонда қанаты бар ма өзі? Әлгі құмыраны айтам. Құмырада қанат болам екен. Сізге айттық қой. Сиқырлы. Жарайды. Сонда сендер қандай әлемнен, заманнан, ғаламшардан келдіңдер? Біз жаңа заман, яғни сіздер үшін болашақтан, келер шақтан келдік. Сіз туралы да мына отырар кітапханасында біз тарихтан білеміз. Бір өкініштісі бұл кітапхананың жоғалып кетуі. Жоғалғаны қалай? Тарихтан білеміз дейсіңдер ме?
Қызық екен. Сонда мына бүкіл еңбектеріміз бен кітаптар болашақ ұрпаққа жетпегені ме? Ой, ата, негізі сіз бізге емес, біз сізге сұрақ қоюға келдік. Әшірән ертең сіз туралы шығарма жазбақшы. Түсінесіз бе? Иә, біздің уақытымыз өте аз. Біз қайтадан өз заманымызға кетуіміз керек. Жарайды онда. Не сұрайсыңдар? Мен дайынмын. Сіз қазір домбыра жасап жатырсыз ба? Біз сіздің мұражайыңыздан музыка туралы трактат деген кітабыңызды көрдік. Менің мұражайымнан деймісің? Иә. Музыка туралы трактат деген тақырып менің ойымнан шықпай жүрген еді. Бірақ мен оған енді кірсем ғой. Сіз ол еңбегіңізді кітап етіп жазып бітіресіз. Сол кітаптың ішінде мұна сіз жасап жатқан музыкалық аспаптың да сызбасы бар. Ата, сіз бізге осы аспапта ойнап бере аласыз ба? Болады әрине. Әттең, тартатын ішегі болмай тұрғаны. Оны жылқының құйрық жалынан, немесе арқардың ішегінен кептіріп жасайды. Ал ең мықты ішек пырақ аттың қылынан жасалады. Бірақ ол таптырмайды. Пырақ ат таптырмай ма сонда? Қанатты пырақтар біздің ел таңбамызда бейнеленген. Сонда расында да пырақ аттар өмір сүрген бе? Оның несіне таңданасыңдар? Әлем жаратылғалы талай жануарлар жойылып кетті емес пе? Мәселен динозаврлар. Ал қанатты пырақтар әлі де бар. Тек олар өте сирек кездеседі. Менің білуімше, олар көктемде күн мен ай теңесетін күні киелі Қазғұрт тауының басына келіп, шөбіне жайылып кетеді екен. Бағзы заманда Нұх пайғамбардың кемесі тоқтаған жердің шөптері де құнарлы болса керек. Күн мен түннің теңесетін күні 22 наурыз емес пе? Иә, ал бүгін 21 наурыз. Сонда ертең Қазғұрт тауының басында біздің ел таңбамызда бейнеленген қанатты пырақтар келеді ме? Әл-Фараби ата, біз сіздің домбыраңызға қанатты пырақтың жалынан қыл алып келіп береміз. Рас айтасыңдар ма? Иә. Онда тіпті керемет болар еді. Біз кеттік ендеше. Әжірен тоқта. Жарайды, Муслима, қасы! Асықпаңдар, қыздарым, абайлаңдар, сындырып алмаңдар. Әжірен, ол біздің алмамызды көре ме екен? Таныш. Әне келе жатыр. Қандай керемет. Келді, дәл өзі. Қонып жатыр. Өтіп кетті. Таныш. Алманы иіскеп жатыр. Таныш дедім ғой мен саған. Аружан, тек қазір түкірмеші. Кешірші. Бүлдірдің бәрі. Көбелекте. Жүр, Аружан, бірақ ат кетіп қалмай барайық. Бірақ, сен қорықпа. Біз саған тимейміз. Мен Әжіранмын. Ал мынау Аружан менің сіңлім. Бізге сенің жалынан 3 талшық қыл берсең болғаны. Ол бізге емес, Әл-Фараби бабамыз домбыра жасап жатқан еді. Соған үшек тартуға керек болып тұрғаны өтінеміз. Біз сізді жақсы көреміз. Сіздің бейнеңіз елтаңбада бейнеленген. 3 талшық. Одан сіздің шашыңыз сейіліп қалмайды ғой. Түсінбеді. Неге түсінбеймін? Түсінемін. Сөйлейтін ат. Алақай. Бірақ ат қазақша сөйлейді екен. Әрине.
еліміздің елтаңбасында бейнеленген қанатты пырақ қазақша сөйлейді. Біз сізді құрмет тұтамыз. Жарайды. Сендер тәрбиелі де инабатты жақсы қыздар екенсіңдер. Мен сендерге сұраған 3 талшық шалымды берейін. Алақай, Әл-Фараби ұстаз қонатын болды. Иә, қонатын болды. Сізден тағы бір нәрсе сұрасам болады ма? Тағы не? Ол не тағы? Ұят емес пе? Айта ғой, Аружан. Бізді үстіңізге отырғызып, аспанға ұшырыңызшы. Өтінеміз. Қой дедім мен саған. Бір рет. Әйтпесе не? Ол жылайды. Қой, жылағаны несі? Қане, келіңдер. Ал енді жалымнан мықтап ұстап алыңдар. Қазір ұшамыз. Құмыра аташы. Жоқ, қарақтарым, өздерің бара беріңдер. Мен биікке көтерілсем, қан қысымым көтеріледі. Мен сендерді осында күтейін. Жарайды, Құмыра ата. Аружан, белімне мықтап ұста. Біз бірақпен ұшып келеміз. Алақай! Мен самғаған құспын. Ақша бұлттан. Алақай, біз бірақпен ұшып келеміз. Алақай! Біз ұшып келеміз. Ана төмендегі ескі қаланы қарашы, Аружан. Ол Исфиджаб қаласы. Жібек жолы бойындағы ең үлкен сауда орталығы. Ал анау алыстан көрінген Түркістан. Оның ар жағында отырар оқсыз қалалары бар. Керемет! Үлкен рахмет сізге, Прағат. Аспанға ұшыршы деп мен айттым. Саған да рахмет, Аружан. Ай, бұзығым-ай. Ал енді қоштасар сәт туды. Аман сау болыңдар. Көріскенше, Прағат. Біз тағы да кездесеміз ғой. Әйтпесе... Ай, Аружан. Жарайсыңдар, қыздарым. Енді бұл аспаптың үні ерекше болады. Сіз бізге аспапта ойнап беріңізші. Әлбетте, қарақтарым. Мен сендерге қазір көңіл термесін орындап берейін. Ғажайыпке. Әзірән, анан қарашы, кемпір қосақ шықты. Музыканың адам көңіл күйіне тигізер әсері ерекше. Тіпті адам жанның емшісі десек болады. Әл-Фараби ата, көңілімізге қуаныш сыйлағаныңыз үшін сізге үлкен рахмет. Мен енді шығарма жазуға дайынмын. Бәрекелді, қарақтарым. Дәрістеріңді жақсы оқыңдар. Білекті бірді жеңсе,
білімді мыңды жығар деген. Әрдайым кішіге ізет, үлкенге құрмет көрсетіп, мейірімді, инабатты болып өсіңдер. Естеріңде болсын, тәрбиесіз білім жалпы адамзатқа қауіп, зиян әкеледі. Түсіндіңдер ме? Түсіндік, Әл-Фараби ата. Мен сендердің нағыз қайырымды қаланың кішкентай тұрғындар екендеріңе көзім жетті. Әрдайым осындай ізетті де қайырымды болыңдар. Жарайсың, Ажран. Шығарманы тамаша жазыпсың. Тіпті сол заманға барып, ұлы ұстаз Әл-Фарабиді көріп келген сияқтысың. Қараш, Ажран, қызғалдақтар қандай әдемі? Я, мен сияқты. Атам мені қызғалдағым дейді. Кітаптан оқыдым. Оны грек қызғалдағы деп атайды. Әне, Шымкент қаласының төл белгісінде де сол қызғалдақ бейнеленген. Ол не? Грек қызғалдағы? Қазақша неге атамаған? Білмейді екен, Маржан. Құмыра ата, сіз не айтасыз? Бұл шетелдің Грейт деген кісінің атымен аталып кеткен. Ілгеріде ол қазақ даласына келіп, осы қызғалдақты көріп, ерекше тәтті болған екен. Сосын осы өсімдікті алып Европаға барады. Ой, европалықтар қызғалдаққа ерекше қызығушылық танытып, оған Грейк атын берген. Мысалы, Голландия елі соның арқасында қызғалдақтың отаны аталып жүр ғой. Қалайша? Бұл әділетсіздік қой. Сонда біздің қызғалдақты Европаның емденіп кеткені ме? Ол қазақ жерінің қызғалдағы емес пе? Шында да тарихтың кейде қателесетін кездері де болады. Құмыра ата, олай болса, болашаққа барып біліп қайтайықшы. Мүмкін қызғалдақтың отаны Шымкент болар. Бұл қателікті түзету керек. Шынымен солай ойлайсыңдар ма? Иә, әрине. Ендеше кеттік. Торайто муслимо хас. Міне келіп те қалдық. Әржан, қарашы қандай керемет. Расында да қашап қалай екен. Мәссаған, мынау шынымен Шымкент пе? Қажайып әлемде жүргендеймін. Қандай керемет. Расында Шымкент болашақта осындай бола ма? Әрине болады. Бұл Шымкенттің 2050 жылғы көрінісі. Қаламыздың болашағы ғажап екен. Солай ма, Ажран? Оны білмейді екенмін. Ажран, бұл не? Міне, біздің су бұрғағымыз тұр. Мұнда не үшін бұтақты қойған? Қызғалдақ қайда? Расында қайда кеткен?
мен де түсінбей тұрмын. Мынаны пайдаланып көрейікші. Қолымды мұнда қойып көрейін. Шымкент қаласына хош келдіңіздер. Сіздерді қандай сұрақ қызықтырады? Біз жауап беруге дайынбыз. Мына сурет сөйлеп тұр ғой. Сәлеметсіз бе? Мына жердегі субұрқақтың ішінде қызғалдақтың гүлі тұру керек еді. Иә, ол неге жоқ? Сіздер Шымкент тарихынан жақсы хабардар екенсіздер. Я, расында 20 жыл бұрын бұл жерде қызғалдақтың мүсіні тұрған. Алайда қызғалдақтың отаны болып Голландия елі танылған соң, біз мұны алып тастауға мәжбүр болдық. Басқа сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ. Рахмет сізге. Сау болыңыздар. Сау бол. Өкінішті. Қандай есімдіктен айырылып қалдық. Мен тарихта көп әділетсіздікке куә болғам. Бірақ мұны өте ауыр әділетсіздік екен. Біз әділетсіздікпен күресуіміз керек. Құмыра ата, біз грекпен жолығайық. Онымен бұлай күресеміз. Ағай, сіз кім боласыз? Мен Самуэль Грекпін. Бұл Қазақстан қызғалдағы. Сіз мұны қалай емденесіз? Қызғалдаққа менің атымды берген европалықтар. Сондықтан мені мазаламаңыз. Кәне мойындаңыз, бұл біздің қызғалдақ. Қазақтікі. Солай ма? Біз онымен мәдениетті түрде күресуіміз керек. Кешіріңіз, Грек мырза. Сіз қызғалдақтың отаны қазақ даласы екенін мойындайсыз ғой? Әрине, біз сізді мәжбүрлей алмаймыз. Болды. Мойындайым. Қызғалдақтың отаны қазақ елі. Солай болғаны дұрыс сияқты. Түсіністікпен қарағаныңызға рахмет. Жарайсың, Аружан. Ей, балалар, біз оның қандай адам екенін білмейміз ғой. Иә. Сондықтан жүріңдер, қыздарым. Барып көрейік сол забанға. Жерге қызыл кілем төсегендей. Біз қазір 18 ғасырға келдік. Міне, Шымкенттің қызғалдағы сол кезде де осылай шайқалып тұрған. Керемет. Әне, ана отырған кісі сол болса керек. Барып жөн сұрасайық. Ей, сары бала, кім боласың? Мұнда не істеп жүрсің? Я, не істеп жүрсіз? Менің атым Самуэль Грек. Қазақ даласында келген ғылыми экспедицияны бастап келдім. Демек, мұна қызғалдақ сіздің есіміңізбен аталған ғой? Иә, солай десе де болады. Грек ағай, бұл қазақ даласының қызғалдағы ғой. Ол не үшін сіздің атыңызбен аталады? Қызғалдақтың отаны неге Голландия болып танылады? Бұл әділетсіздік емес пе? Иә, жауап беріңіз. Негізі менің кінәм жоқ. Мен бар болғаны осы қызғалдақтарды көріп, қатты ғашық болдым. Сосын оны Петербурға, содан кейін Европаға апардым. Ондағылар да бұл өсімдікті көріп, тәнті болды. Сөйтіп, европалықтар бұл қызғалдақты менің атыммен Грек деп атай салды. Әйтпесе, менің оған түк қатысым жоқ. Голландиялықтар бұл қызғалдақты менен алған. Бұл әділетсіздік қой. Енді біздің қызғалдақты европалықтар емденіп кетті. Иә. Мен сендерді түсінемін. Үлкен қателік кетіпті. Ендеше бұлай істейік. Қазір. Не істемекші өзі? Білмеймін. Мен қазақ жеріне ғылыми экспедицияны бастап келген Самуэль Грек деген азаматпын. Менің атыммен аталған гүлдің қазақтың қызғалдағы екенін растаймын. Сондықтан қызғалдақтың отаны қазақ елі болу керек. Бәсі сөйтсеңші. Келешекте бұл кемшіліктің түзелуін қалаймын. Бәрекелді. Міне, астына қолтаңбамды қойдым. Түсінгеніңізге рахмет, Грек ағай. Сендер өжет әрі елдеріңнің нағыз патриоттар екенсіңдер. Сендердей жеткіншегі бар қазақ елінің болашағы жарқын. Ал, қыздар, енді мені іздеп жатқан болар. Экспедицияма барып қосылайын. Сау болыңдар. Сау болың, жолыңыз болсын, Грек аға. Сау бол, сары бала. Көрдіңдер ғой.
өзі кішіпейіл екен. Иә. Ал, балалар, енді біздің де қайтатын уақыт келді. Я, бұл сөз жоқ сенсация, бірақ бұл қолжазба қайдан келді? Құмыра ата, енді не деп жауап берейін? Қойдан білейін. Біз қолжазбаны Шымкент цитаделі аумағындағы қазба жұмыстары жүргізіп жатқан жерден тауып алдық. Енді бүкіл әлем Шымкентті қызғалдақтың отаны деп танитын болады. Бұл істеріңізді ерлік деп бағалайсыздар ма? Жоқ, біз олай ойламаймыз. Өз елін, өз жерін шын сүйетін кез келген азамат осылай істер еді. Грек қызғалдағы қазақ елінде қайта оралып, бүкіл халыққа қуаныш сыйлауда. Сіздер қандай сезімдесіздер? Қызғалдаққа байланысты алдағы жоспарларыңызды айтсаңыздар. Голландия президенті Қазақстан президентіне Шымкенттің қызғалдағына қатысты хат жазыпты. Осыған қатысты пікірлеріңізді білдірсеңіздер. Болашаққа тағы бір барып келейікші. Бұлар қайда жоғалып кетті? Қайда жоғалып кетті? Бұл сиқыр ма әлде? Мыналар қайда кетті? Шымкенттің ғажайыбы таусылмайды. Мыналар жоғалып кетті. Шұғыл жаңалық. Қазір ғана Голландия президенті тікелей эфирде Қазақстан халқына үндеу жасады. Тыңдаңыздар. Құрметті қазақстандықтар, сіздерден келген керемет жаңалықты естіп жатырмыз. Иә, біз Голландия елі осындай әдемі қызғалдақтарыңыз үшін қазақ халқына алғысымызды білдіреміз. Қазақ даласы шығарған қызғалдақтың арқасында біз қызғалдақтар отаны екенімізді мақтан етеміз. Рахмет сіздерге. Алақай. Бәрекелді. Су бұрқақтың сәлі енді келді. Білесің бе, Аружан, менің ішімде мақтаныш сезімі оянғандай. Өйткені бүкіл әлем тамсанып, қызығып, қарайтын қызғалдақтың қазақ даласының қызғалдағы екенін дәлелдедік. Я жүрін, біздің болашағымызды мына қызғалдақтар секілді жайнай берсін. Иә, балалар, сендер тарихты өзгертіңдер. Бұл үлкен ерлік. Сізге рахмет, Құмыра ата. Қаламыздың тарихымен таныстық. Терең бойлап, болашағына да сапар шектік. Мен шым қаламды, қазақ елімді мақтан етем. Әй, бәрекелді қыздарым. Әр азамат өз елінің, өз жерінің құндылығын біліп, оны ардақтай білу керек. Өз тарихыңды құрмет тұтыңдар. Тарихыңа тағзым ету әр азаматтың парызы. Әлқиса, әйгілі тарихи жазбагер Шарафудиннің кітабында бұл оқиға 1365 жылы болған көрінеді. Сол кезде Әмір Темір әскері мен Моңғолстанға жорыққа бара жатып, осы біздің Шымқалаға ат басын тірегендей. Ата, сонда атының басы ағашқа тіреліп қалған ба? Жоға, ешқайда тірелмеген. Жай ғана тоқтағанда. Дұрыс бопты. Әйтпесе атқа обал болар еді ғой. Сонымен Әмір Темір жанындағы тарихшы жазбагерден бұл қай шаһар Шарафудин yazды деп сұрапты. Әміршім, бұл шаһар Шымқала деп аталады. Жері шұрайлы,
Топырағы құнарлы, халқы еңбекқор. Салықтарын да уақытылы төлеп тұрады. Жібек жолы бойындағы сауда керуендері осы шаһардан өтеді. Олай болса, анау өзеннің бойына шатырымды тігіңдер. Осында дамылдап, ертең жолға шығамыз. Бұл Қошқарата өзені. Суы шипалы, бойға қуат дертке ем болады. Құмыра ата, Қошқарата өзені расында да шипалы ма? Ал Қошқарата деген ата кім болған сонда? Бұл туралы мен сендерге ертең айтып берейін. Ал қазір мен шаршадым. Сендер бара қойыңдар. Қошқарата өзені сонау тау басындағы су сөнгеннен бастау алады дейді. Мен кішкене мызғып алмасам... Ең қызық жеріне келгенде ылғи да осылай ұйықтап қаласыз. Ұйықтап қалды, шіркет. Ұйқым келер емес. Тау басындағы су сүнгенге барып, өз көзімізбен көрсек қой шіркін. Ол үшін бізге ұшақ керек. Әне, анау сияқты. Ал ол ұшақпен біз ұшады алмаймыз ғой. Неге ұша алмаймыз? Ұшамыз, ұшқанда қандай. Айналамыз аппақ бұлттар, төменде жер көрініп тұрады. Ал мен ұшқыш боламын. Біз ұшып келеміз, Аружан. Әне, ана төмендегі тауларды көрдің бе? Иә, көріп тұрмын. Тау басындағы ағарып жатқан не екен? Естідің бе? Қар дейді. Ал онда ұшақ қонатын жерлер бар екен? Бар дейді. Ал енді жақсылап ұстап отыр. Қазір қонамыз. Әне қондық. Ой, тоқтадық. Қандай керемет. Кәне Аружан, түсейік. Оп. Неткен керемет. Мына бір қарға соңымыздан еріп қалмады ғой. Күш. Ертегілерде қарға мыстан болады. Қайдағы ертегі, қайдағы мыстан? Бұл жай әшейін қарға ғой. Әне, ана үңгірді көрдің бе? Жүр сонда барайық. Мен бармаймын. Қорқамын. Неден қорқасың? Ол аюдың немесе қасқырдың апаны болса ше. Жүр, қорқпа. Менде қару бар. Әне, кеттік. Қарға бізге жол көрсетіп жатыр. Тоқташы, мен кітаптан оқығанмын. Тау басында қара адамы болады. Осындай өңгірде өмір сүреді екен. Не? Қандай адам? Әне, естідің ғой, қар адамы. Ой, қойшы, қар адамы Гималай, Памир тауларында болуы мүмкін. Бізде ол күнге күйіп, қара адам болып кетеді. Жүр, менде қолшам бар. Ал сен қар адамның қандай болатынын білесің бе өзің? Ол ма? Ол ақ болады. Үсті басы аппақ. Қарда жалаң аяқ жүре береді екен. Оны етті деп атайды. Тоқта, анда ақ адам жүр. Қорқытпашы мені. Онсыз да қорқып келе жатырмын. Тыныш, ол қар адам емес.
ақшапан киген ата. Қолында таяғы бар. Мүмкін қой бағып жүрген болар. Ата! Қыздарым, келдіңдер бі? Мен сендерді күтіп отырмын. Амансыз ба, ата? Аман, Сіз балалар. бізді күттіңіз бе? Әрине. Қалайсыңдар? Сендер туралы хабарды маған самал жел жеткізді. Сылдыра баққан бұлақ айтты. Міне мынау қарғада өздеріңді маған ертіп келді. Ал сіз кім боласыз, ата? Бас киіміңізде ерекше екен. Қошқардың мүйізіндей иіліп тұр. Сен өз сұрағыңа өзің жауап бердің, қызым. Мен Қошқар ата боламын. Қошқар ата? Иә. Қошқар ата, біз Қошқар мен Теке деген мультфильмді жақсы көреміз. Кешіріңіз, біздің қалада Қошқар ата деген өзен бар. Суы шипалы, өзі мөп-мөлдір. Және біз естіген аңызда Қошқар ата өзені осы сусінгеннен бастау алады дейді. Сол рас па, ата? Иә. Тағы бір естігеніміз, Шымкенттегі Қошқар ата өзеніне атақты Әмір Темір де келген дейді. Аңыз түбі ақиқат деген қыздар. Оған қазір өздерің көз жеткізсеңдер болады. Қане, бері жақындаңдар. Ал енді отырыңдар. Мына қайық сендерді көне шаһар Шымқалаға жеткізеді. Сол жерден Әмір Темірді де өз көздеріңмен көресіңдер. Ал тәуекел түбі жел қайық жүзесің де өтесің. Батыл болсаң әрқашан мақсатыңа жетесің. Әумин. Әумин. Жолдарың болсын. Аружан, анда бір кісі тұр. Саламатсыз ба, ағай? Амансыз ба? Өу, сендер қайдан келіндір мұнда? Менің күзетшілерім қалай өткіз сендерді? Қане, айтыңдар. Біз қайықпен жүзіп келдік. Қайықтарың қайда? Білмейм, жаңа ғана осында еді. Кешіріңіз, біз алдымен ұшақпен тау басына бардық. Содан соң қайықпен осында келдік. Ұшақпен? Ол не нәрсе? Ұшақ ұшады, қанаты бар. Ұшақ самолет, ол темір. Ақсақ темір деңдер. Сонда сендер қанаты бар самырық құспен ұшып келдіңдер ме? Жоқ, сонда сіз ұшақты білмейсіз бе? Шарафадин язда. Иә, Әміршім. Ал мынау кішкентай қыздар кімдер? Бұлар мені мазақ етіп күліп тұр. Ұшатын қанатты темір құспен ұшып келдік дейді. О заманда бұл заман темірдің аспанда ұшқанын кім көріпті? Иә, ұшатын кілем туралы шығыс ертегілерінде жазылған. Мүмкін бұлар сиқыршы екен. Сендердің алдарында кім тұрғанын білемісіңдер? Әмір Темірге өтірік айтқандарың үшін жауапқа тартыласыңдар. Жоқ, біз өтірік айтқан жоқпыз. Дәлел қажет болса, қазір міне. Құдайдың құдіреті. Табиғатты қалай дәл бейнелеген? Бұл шебер суретшіні қалайда алдыруымыз керек, Әміршім? Бұл сурет салынбаған, сүрілген. Міне, бұлай. Не істеп жатыр? Ал көріңіздер. Үй, мынау сен ғой, Шарафадин язды. Ал мынау тура сіз. Айнымайсыз тіпті. Сақалыңыз да, дулығаңыз да. Ғажап, бір сәтте. Өй, сен мұнда қорып тұрған сияқтысың ғой. Тіпті көзің бақырайып кетіпті.
сіздермен бірге суретке түссек бола ма? Болады әрине.